Привет! Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге перизат. Қалайсыздар? Жаңа жыл 2025 келді. Уже январьдың ортасы болып қалды. 27 жасқа толдым. Мен қазір нелерімді карта визуализация істеп бастаған ғой. Что-то ұзап кетті да, нереально. Ішім пісіп кетті. Аны бәрін клейлеп отырған ғой, сосын уақытты босқа құртпай лучше өйстіп әңгіме айтып отырып бітіріп тастайын деп шештім. Мен сол жылдың аяғын қалай аяқтадым, не болды, не қойдым, жылдың басын қалай бастадым деген сияқты әңгімелерді айтатын боламыз. Жылдың аяғында неге бардым? Не просто оркестраға бардым. Мама мен туған күніме подарок ретінде сол жаққа билет алып берді. Екеуміз барып қайттық. Гарри Поттер и Пираты Карибского моря деген туындысына. Не просто атты симфониялық оркестрінің кезекті кешіне қош келдіңіздер. Гриффиндор. Мир, который, наверное, в большинстве своем сделал харизматичный, неимоверно крутой, доказывающий, что он все-таки молодец и прав, а не она была права. Капитан Джек Воробей. Пираты Карибского моря. Ну, мистер Тернер, я придумал. Если вытащишь меня из-за решетки, обещаю. По рукам. Выпускай. Для вас старался сегодня, исполнял ваш не просто оркестр. До скорых встреч, дорогие друзья! Былай прикольно вообще, ұнады. Мен баяғыдан бері қатты қалап жүрген концерттердің бірі да ол. Басында бірағанда ғой. Гарри Поттер до того көп көріп қойғаннан кейін ба, еще экранда все-таки сюжеттін көрсетті үлкен қылып ше. И сен андай неге емес, оркестрадан бұрын жаңағы киноның ішіне, сюжетіне кіріп кетесің да, оркестра тыңдап отырғаныңды ұмытып кетесің. И до того андай идеальный звук, что жанды дауыс емес, как будто бүйтіп кәдімгі звукты қосып қойғандай ощущение болды бастапқы кезде. Легендарный моменттер, который реально жылататын моменттер деген сияқты сондай историяларды көрсеткеннен кейін білмеймін, қайта жылағым келді. Прям атмосферасы күшті болды, былай ұнады. Келесі екінші несінде бөлімі ол Пираты Карибского моря болды. Сюжетінде в основном соғыс сондай ғой, бәрі не болады. Мен, если честно, сюжетін ұмытып қалыппын, киносын ше көп болыпты да көрмегеніме. Сол ішінде в основном менің концентрациям жаңа оркестраның өзінде болды да. И там, база жоқ. И, кажется, этот Пираты Карибского моряның саундтректері де андай не болған сияқты, прям дудудум деген звуктар көп болғаннан кейін нелер бар ғой, прям беріліп ойнайды да. База жоқ тема болды. Именно андай музыканттарды қараған маған негізі всегда қызық. Басқа бір мамандықта, басқа бір жолда, басқа бір индустрияның адамдарымен
адамдарды наблюдать еткен қатты ұнайды да негізі. Сол адамдарды қараған ұнайды. Там мысалға музыканттарға қарап отырсаң, бұлардың атмосферасы қандай екен деп ше, кейде бір әңгіме айтып, сол ортада болғым келіп кететін кездер болады ше, көп неде негізі маған өзіме таныс емес орталарды көрсем. Күшті, прям еще таңғалдым мен нелерде, музыканттардың бәрі кәдімгі қазақтар, қарапайым. Сол сосын жаңа жылды қарсы алдық. Біз өзіміз жаңа жылды уже тойламайтын болдық. Қанша жыл болды? Бізде анандай типа ойбай жаңа жыл тойламау керек деген харам деген де понятие жоқ үйдегілерде. Но в то же время андай неде жоқ өйтіп тойлау керек, праздник деген ощущение де қатты болмайды. И уже кішкентай балалар жоқ. Бұрын мысалға біз кішкентай кезімізде мен өзім обязательно салют атқызатын етін үйдегілерге алдыртып. И солай салют атып кішкене сонысы қызық болатын. Қазір ондай кішкентай балаларда үйде жоқ болғаннан кейін ол да қалды. Біз уже бәріміз ұйықтаймыз примерно 12-ге қарсы. Терезеден, көршілер салют атып жатса, атып тұрасың да, сол терезелерден қарап отырып. Сөйтіп мәз боласың. Маған негізі осындай салюттарды қараған қатты ұнайды да. Жылда сол ұнайтынын ұмытып кетемін да өзіме. Сосын өкініп отырам, блин, шығып қарай салу керек десе, басқа да неше түрлі нелер. Негізі күшті ғой, әдемі. Жыл сайын салюттардың бір неше түрлісі шығып жатқан сияқты. Көздің жауын алатын нәрселер. Я Аллахы, мынау неге істемейді? Ладно. Сандегенде жалғыз бауырым. Тойдағы айтамын осыны. Мен де тура сөйтіп айтатын, жалғыз бауырым деген кезде апалар жалғыз қалдым дейді. И так өзім сөйлегенмен, жылап сөйлегенмен, өзім и так ұялып жүретін да бір кезде апа айтады, жалғыз қалдым деген кезде сөйтіп одан сайын ма? Апалар сөйтіп естіген ғой, жалғыз қалдым деп. Туған күніңмен 27 жас берекелі болсын, табысты жыл болсын. Күшті өзіңнің ойыңдағыдай компанияға жұмысқа тұрып ал. Және де олар онлайн шығаруға мүмкіндік берсін. Ол айлығың көп болған қайтейік, бірақ берекелі болсын деген ғой. Обычно сенікі нефтема кетіп қала береді ғой. Лучше нефтемаңыз, берекелі болсын. Берекелі который бәрін жетеді. Не только сен өзіңе, бізге де де. Несі күшті екен сыртында. Для переписки хватит. Сделаем твой остров вафельным. Бірақ мынау не қай жер? Прикол көрсетсем. Кореяға. Кореяға бар. Мынаны алып бердің? Менде барайыншы деп па? Өстіп барып. Аюдың концертті ешкім алмады ма? Аюдың концерт нет. Надя Бандали. Күшті болған сияқты. Группировка. Потом демалыстарда, сол жаңа жылдың демалысында үйдегілермен конькиге барып келдік. Мен негізі конькиді дұрыс тебе алмаймын. Жылына 2 жылда бір-ақ рет барамыз біз ше. Ұмытып қала берем, қалай тебу керектігін. Сосын алғашқы 5-10 минут тебе алмай жүрем да. Үйреніп кетем, кішкене сөйтіп барып, енді кайфын ұстайын деп атқан кезде уже уақыт бітеді, аяғымда шаршайды, қой деп қайтамыз да. Сосын келесі 2 жылдан кейін жылда сөйтіп ойлайтын, блин, негізі биыл конькиге көбірек барайыншы деп сөйтем да қайтадан ұмытып кетем.
кеше вот қыздармен жиналдық. Неге мен туған күн бәрібір енді жаңа жылда болғаннан кейін жыл сайын сондай да қасымда подружкаларым болса да, мектепте де, неде университетте де бізде андай өтіп кеткеннен кейін тойланады. Алдыңғы жыл вообще біз мартта тойлағанбыз. Карта визуализация жасадық. Бір пайдалы бір кеш болсын деп ұйымдастырғым келді. Мен бұл карта визуализацияға қатты сене бермеймін негізі. Өзім жасап отырып сене бермеймін деген қызық болды ма? Мен бұрында осы бірінші карта визуализация деген нәрселерді естіп бастаған кезде жасаған едім бір студент кезімде. Но потом кейінгі жылдары помню, мен бәрібір уже реальностьқа келесің, то что бүкіл армандарыңның бәрі ойласаң орындала береді деген нәрсені білмеймін. Сондай сенім кішкене азая бастады өзімде. Бәрібір өскеннен кейін ба, уже жұмыс істеп жүрген кезімде де прям қатты армандаудан кішкене қорқып бастаған кезім болды да. Сондай бір кезең болды. Ол да бір взросление деп ойлаймын өзім. Реальностьқа қарап бастайсың. Өзім ойлаған, ойбай мен будущем осындай болады деп армандаған нәрселерімнен наоборот нәрселер болатқаннан кейін де кажется, сол бір кішкене армандауды доғарған кездерім болды, пландауды доғарған кездерім болды. И осы жылдан бастап кішкене қайтадан ойлана бастадым бәрібір. Өзіме сенім кішкене келе бастаған сияқты. Тут бұл жерде анандай ғой, бірақ сенім дегенде чисто бәрібір Аллах қой енді бізді жаратқан, біздің барлық дұғаларымызды қабыл ететін, армандарымызды жүзеге асыратын тек Аллах, сен емессің деген сияқты нәрсе бар да. И в то же время, то есть андай мынандай визуализация, карта визуализацияға тоже иман келтіріп кетудің қажеті жоқ. Бұл тек как мотивация ретінде өзіңнің есіңе алып тұратын направлениеңді кішкене ұмытпай арасында түзеп тұруға арнау үшін, то есть сондай ниетпен жасаған дұрыс сияқты. Мысалы, кеше қыздармен де улавливать етіп жатырық да. Блин, мен мынаны ұмытып кетіппін ғой, соны қосу керек деп ше, как будто соны қоспасақ ол нәрсе орындалмай қалатын сияқты. Сол нәрсені карта визуализацияға салмасақ, типа ол нәрсе орындалмай қалатын сияқты ощущение кейде болып қалады ше, осындай нәрсені істеп жатқан кезде. То есть ұмытып кетпеу керек, что это просто типа инструмент, бір факт емес, то что осы жақта болғандардың бәрі 100% орындалады, а мына жақта жоқтар орындалмай қалады деген нәрсе жоқ. Сенің өмірің ол вообще Аллахтың берген тағдыры. Но в то же время Аллахтан дұға етіп тұруға да өмірде не қалайтыныңды, жаңағы цельдарыңды еске түсіріп тұру үшін инструмент ретінде қолданғанға күшті сияқты. Жаңағыдай ғой, биыл уже кішкене өзіме сенім де бола бастады, то что армандау это нормально. Армандар орындалады деген нәрсеге ше. И то есть не то просто армандап қана отыра бермейсің, плюс әрекет тоже болу керек деген нәрсені де уже мойындап бастадым. И почему бы и нет? Бір пайдасы болмаса, зияны точно болмайтын сияқты бұл нәрселердің. Иә. Күшті, әдем. Мына цвет вообще әдем екен, иә? Еще ашылады, әдемі болып. Нежный. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам, яғни үмбетіне лайықты болайық барлығымыз ақыреттік достар болайық ертең. Онда Рабиға ұстаздың несін тыңдаған едім. Жәннат туралы айтқан несінде подкаст бар ғой. Жоқта айтады да, оказывается, біреуге сен бір пайдан тисе, ақыл айтып мысалы болады ғой. И сол жәннатта типа бір-бірін іздеп табады екен да. И типа құшақтап, мә біз типа жәннаттамыз деп бірге сол жерде бақытты болады екен. И ол жақта мәңгілік бақытты болады екен да. Иншаллах, енді біріміздің өмірімізге көп әсер етіп жатыр ғой. Сондай сол жақта бір-бірімізді тауып, мә типа пико деп Неужели жәннаттамыз деп? Иә, типа сондай болады екен, оказывается, типа жүрегі ладанып жатыр мен. Неужели біз жәннаттамыз деп, мә біз шынымен осындамыз ба деген сияқты. Кейде ұмытып кетеміз да, жәннат не, тозақ не деген нәрсе бір как будто не существует сияқты өмір сүріп кетеміз ғой. Шынымен қайтадан баяғы сол жәннат қандай болатын еді. Бұрын біз жәннатты бірінші естігенде қандай болады екен жәннат деген бір күту сезімін қайтадан не қылғым келеді да, қайтарғым келеді да. Тағала айтады енді біз білмейміз, бірақ ол
бұдан да күшті нәрсе бізге дайындайды деген сияқты шынымен де сондай сюрприздер өте күшті, жақсы, жағымды көп бола берсін, чтобы ты сама не будешь ожидать этого типа вау деген сияқты, чтобы много было просмотров, подписчиков. туралы прикольно несіне күлкім келді. Как ескертеді андай біз неде жүргенде біз не шаш қайшы деген артына кір тұрады бәрі а мен қыз андай ғой біз түсіретін болсақ даже инстаға салатын болсақ тек бір үшін әдемі мен ше негізі вообще ол түсіріп жатқан кезде ол нәрселерге мән бермеймін да, потом редактировать етіп отқанда көремін ғой мә мен не үшін ала салу керек еді десе сосын отырамын дейсің ғой арты шкаф бәрі істеп тұрады. сондай просто мен өзім сондай монтаждегі көп мән бермейтін болғаннан кейін де сөйтіп түсіп қала береді негізі. Адамда бармыз да, жалғыз емеспіз деген сияқты ше, жалғыздық сезімін сездірмегендеріңіз үшін короче ризамын деген ғой. Сол үшін де рахмет и вообще вы молодцы. Оған тәуекел еттім. Күшті екен мына жазулар. Сендерді жоқ жараттық. Начинается с одного уникального события, произошедшего в жизни пророка, мир ему и благословение. Биылғы не дейді number one, который реально осы нәрсе болмаса болмайды деген өзімнің өміріме енгізгім келетін сондай бір қасиет, ол дисциплина деген қасиет. Өмір бақи сол нәрседен қиналып өткен қасиет дейсің ғой. И дисциплина бар жерде, оказывается, көп нәрсе бәрібір қолыңнан келетінін түсіндім. Короче, сол 2023-2024 более-менее өзіме анандай кішкентай жеңістер арқылы өзіме деген сенімімді арттыру жылдары болған сияқты. Менде бәрі жақсы, я нормальная, то есть менің де қолымнан келеді, бұл нәрселерді мен де істей аламын. Оказывается, әрекет етсең бәрі орындалады екен деген бір сенім пайда бола бастады өзіме деген, и сол нәрсенің жемісін иншаллах биыл көрем деген ойдамын. Әрекетімді тоқтатпай, әлде де көбірек жеңістерге қол жеткіземін деген үміт артудамын және дұға етемін. Иншаллах осы жердегілердің барлығы енді қайырлысымен орындап кетсін, әмин. Солай бүгінгі видео осылай менің примерно желтоқсанның соңы мен қаңтардың басында болған оқиғалармен примерно алдыңғы жылға қорытынды, биылға мақсаттарым жайлы бөлістім. Осымен бұл видеоны аяқтаймын. Иншаллах келесі видеода көріскенше күндеріңіз жақсы болсын. Сіздерде қалай мақсат қою процесі қалай болып жатыр, іске асыру процесі қалай болып жатыр. Армандап пландарын барлығын жазып болдық. Енді иншаллах әрекет етуді ұмытпасақ болғаны. Мен де сол әрекеттерімді ұмытпауға тырысамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Надеюсь, видео ұнады. Лайк басыңыздар. Сосын коммент қалдырыңыздар, и тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп кетіңіздер. Биылға прям план көп YouTube контентке деген. Иншаллах, сол нәрселердің барлығы орындалсын. Амин. Точно тіркелсеңіздер өкінбейсіздер деп айтпай қойын. Қанша перфект қылып түзу істеймін десем де қисық шығады көп нәрсе. Көзім қисық па, әлде қолым қисық па, түсінбеймін.